Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасы әмбебап профильді кітапхана. Кітапхана 1978 жылдың тамыз айында құрылған. Кітапхананың негізгі міндеті жас оқырмандардың әртүрлі талаптарын қанағаттандыратын кітап қорын жинақтау болып табылады. Оқу залы. Оқу залында 40 мыңнан аса басылымдар бар. Соның ішінде энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалар, әртүрлі сериядағы кітаптар, құқық, саясаттану, экономика, менеджмент, жантану, тарих, әдебиет және басқа да пәндер бойынша оқулықтар мен оқу құралдары бар. Оқу залында үнемі өзекті тақырыптарға кітап көрмелері ұйымдастырылады. Студенттерге курс, сондай-ақ көптеген тақырыптарда іс-шаралар өтеді. Құжаттарды жинақтау, өңдеу және каталогтар ұйымдастыру бөлімі. Кітапхана кітап қорын толықтыру және өңдеу бөлімінен бастау алады. Бөлімнің міндеті кітапхана профиліне сай кітап қорын қалыптастыру, құжаттарды ұйымдастыру мен аналитикалық өңдеу және анықтамалық аппаратта мезгілінде көрсету болып табылады. Абонемент залы. Сапалы және жылдам қызмет көрсету Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасының табысты жұмысының кепілдігі. Оқырмандарға қызмет көрсету ашық қор принципіне негізделген. Бөлім қоры әмбебап, барлық білім саласындағы әдебиеттерді қамтиды. Мерзімді басылымдар секторы. Мерзімді басылымдардың оқу залы кітапханадағы танымал залдардың бірі. Жыл сайын оқу залы оқырмандардың сұранысын ескере отырып, 85 аталыммен 2000 данаға жуық газет-журналдар алады. Келушілер еркін пайдалану үшін оқу залында қоғамдық саяси, әдеби көркем, ғылыми көпшілік, мәдени әлеуметтік, педагогикалық әдістемелік, арнаулы мерзімді басылымдардың жаңа нөмірлері қойылған. Ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі. Анықтама библиографиялық жұмыстарды жүргізеді, ауызша және жазбаша анықтамаларды орындайды. Библиографиялық іздеу әдістер жөнінде оқырмандар мен кітапхана қызметкерлеріне кеңес береді. Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасының есігі оқырмандар үшін әрқашанда айқара ашық. Сіз іздеген кітап кітапханада әлбетте табылады. Келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз.